Қалампыр халық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір десерт қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағаттан өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып, отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құю керек. Қалампыр қандай дертке шипа болып табылады? Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз.